Тылсым тауыс, үнді ертегісі. Ежелгі заманда дәулеті тасып, мерейі асқан бір патша болыпты. Күндердің күнінде патша уәзірлерін, бектерін, нөкерлерін жиып алып жар шашыпты. Күлсе тұмсығынан жібек төгілетін, жыласа көзінен маржан тамшылайтын тылсым тауыс бар деп естідім. Соны тауып әкелетін жан бар ма араларыңда, депті. Бірақ мен барайын деп ешкім суырыла қоймайды. Қасқа мен жайсаң, батыр мен бағлан көздерімен жер шұқып төмен қарасады. Әлгі патшаның 7 ұлы бар екен. Ашуланған патша ұлдарына қарап: «Неге үндемейсің, өңшең шірік? Әлде тамырларың тартылып, қандарың кеуіп қалды ма?» деп ақырыпты. Патшазадалардың намысы қозып, қандары бастарына тепті. «Бұнымыз жарамас, сүйегімізге таңба болар», десті. Сөйтті де жиылып, патшаның алдына келіп дат сұрасты. «Әке, тылсым тауысты қайсек те тауып әкелеміз», деп серт айтысты. Жадыраған патша ұлдарының 5 қаруын сай етіп, жүйрік ат мінгізіп, батамен алқап жолға салады. 7 ұл сонымен тауысты іздеп жөніп кетеді. Апта жүреді, ай жүреді. Әйтсе де тылсым тауыстың дерегін білер жан кездеспейді. Жүре-жүре мүлгіген Жұныс тоғайға келіп кіреді.